Қайырлы күн балалар. Өтпелі экономикадағы елдер тобын қарастырайық. Жалпы өтпелі экономика дегеніміз не? Экономикалық жүйе жоспарлы сипатта емес, сондай-ақ нағыз нарықтық экономикаға тән элементтердің де болмауы. Яғни қандай нағыз элементтер? Ол дамыған банк, қаржы жүйелері, жетілген заңнама, осының барлығы болмауы бұл өтпелі экономика елдерге тән болып тұр. Яғни не жоспарлы экономика емес, не нарықтық экономика толық сипатта емес. Жалпы 20-шы ғасырдың соңы, 20-шы ғасырдың 80-90-шы жылдары социалистік жүйе ыдырап, жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшу жүрді. Ал енді өтпелі экономикадағы елдердегі 28 мемлекет кіреді екен. Яғни оларды біз былай топтастырсақ болады. Яғни бірінші ол орталық, осылай ғана топтастырайық, сіздер ол мемлекеттерге, топшаға қай мемлекеттер жататын өздеріңіз анықтаңыздар. Так, орталық және шығыс Еуропаның бұрынғы социалистік мемлекеттері. Яғни бұл мемлекеттерге қандай мемлекеттер жатады? Мен атап өтейін, сіздер бұл топшаны толтырып алыңыздар. Ол Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Югославия Федерациялық Республикасының ыдырауынан пайда болған Босния және Герцеговина, Македония, Словения, Хорватия, Сербия және Черногория жатады екен. Міне, яғни орталық және шығыс Европаның бұрынғы социалистік мемлекеттері. Екінші, бұрынғы КСРО мемлекеттері. КСРО-ның құрамында болған мемлекеттер, яғни бұл мемлекеттерді атап өтейік. Әзербайжан, Армения, Белоруссия, Қазақстан, Қырғыз Республикасы, Молдова, Ресей Федерациясы, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан, Украина, Грузия мемлекеттері. Бұл топшаны да толтырып аламыз. Және үшінші, өтпелі экономикадағы елдерге кіреді. Бұл Балтық бойы республикалары. Балтық бойы немесе елдері деп айтсақ болады. Яғни ол Латвия, Литва, Эстония. Міне балар, 28 кіретін өтпелі экономикадағы елдерді біз сіздермен жіктеп шықтық. Енді жалпы өтпелі экономикадағы елдерді сипаттайтын болсақ, әлеуметтік экономикалық даму деңгейлері бойынша орташа дамыған индустриялық және индустриялық аграрлық деп бөлуге болады екен. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше болған Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, Латвия, Эстония, Польша сияқты мемлекеттер дамыған елдер тобына жатады. Ал енді жалпы өтпелі кезең, яғни өтпелі экономикадағы кезең, бұл өте үлкен процесс, ұзақ жүретін тарихи процесс деп айтуға болады. Бұл кезеңде қоғамдық қатынастардың барлық жүйесі, яғни қоғам өмірінің барлық саласы түбегейлі өзгеріске түседі. Яғни меншік қатынастары алмасады, шаруашылық пен басқару өзгереді, ресурстық пайдалану, экономикалық әрекет түрлерінің сипаты өзгереді. Ал өтпелі экономиканың қайта құрулары ол ортақ сипатталады. Немесе өтпелі экономикадағы елдердегі экономикалық қайта құрулар сипаты ортақ. Енді сол жалпы экономикалық қайта құрудың принциптеріне тоқталайық. Осы өтпелі экономикадағы елдердің, экономикалық қайта құрудың принциптері. Қандай принциптері бар екен, соған негізделеді, принциптер. Қандай принциптер екен қарайық. Біріншіден, ол мемлекеттің экономикаға тікелей араласуын шектеу. Мен қысқартып жазайын, мемлекеттің экономикаға тікелей араласуын шектеу.
шектеу. Ал бұл не дегеніміз не? Яғни нарықтық экономикаға өтудің басты шарты шектеуді қажет ететін салалардың болуы немесе бар болуы. Жалпы өнім түрлерін өндіру, мемлекеттік тапсырыс, бағаны мемлекеттік тағайындауы, сыртқы саудадағы мемлекеттік монополиялар жатады екен. Екіншіден, бұл макроэкономикалық тұрақтандыру. Макроэкономикалық тұрақтандыру. Бұл не дегеніміз не? Яғни мемлекеттік бюджет дефицитін азайту, айналымға ақша массасын шығармау, немесе тағы басқаны макроэкономикалық тұрақтандыру деп аталамыз. Келесі бағаларды либералдандыру. Үшінші, яғни бұл жерде мемлекет тарапынан базаны реттеу немесе одан ішінара немесе түпкілікті бас тарту деген сөз. Бағаның нарықтағы сұранысы, ұсынысы өндіруші арасындағы еркін бәсекелестікке сәйкес қалыптасудықшыға көшу дейді. Бұдан басқа бірнеше түрін айтып кетуге болады. Тағы мысалы ашық сипаттағы экономиканы қалыптастыру. Ол дегеніміз не? Яғни шетелмен еркін сауда қатынасын орнату. Ел экономикасына салынған шетелдік инвестицияларды қорғау. Осының бәрін ашық сипаттағы экономика деп айтсақ болады. Мысалы, 1989 жылы экономикада қайта құру басталған, ал 1989-1993 жылдар аралығында қайта құру кезеңінде бұл ауыр жағдайда, яғни ұзақ процесс, қиын процесс болды, ал 1994 жылдан бастап қайта құру белсенді жүрді деп айтсақ болады. Мына жерде біз тағы жеке меншік туралы айтуға болады. Жеке меншікті қалыптастыру және мемлекеттік меншікті жекешелендіру. Меншікті жекешелендіру. Ол дегеніміз не? Жалпы нарықтық экономикаға көшу кезінде бұрынғы мемлекеттік меншіктің бәрі жекешелендірді. Оған мысалы біз өндіріс құралдары, мүлік, тұрғын үй, табиғи ресурстар, жер, жаңа сату немесе ақысыз берілді. Оның бәрі жеке меншікке айналды. Ал енді осының салдарынан нәтижесінде жеке немесе жаңа акционерлік қоғам немесе ұжымдық меншік түрі қалыптасты. Жалпы қайта құру екі бағытта жүзеге асты. Ол эволюциялық және радикалды. Эволюциялықта экономиканың өрлеуі жылдам болды. Біз оған Венгрия, Словакия, Чехия сияқты мемлекеттерді айтатын болсақ, ал радикалды дегеніміз бұл посткеңістік елдерде ортақ ақшадан бас тартып, ұлттық валюта айналымға енгізді деп айтсақ болады. Яғни радикалды жаңағы қайта құруға мысал болады. Енді жалпы ТМД елдеріне осы өтпелі экономикада жаңа айттық, бұрынғы КСРО мемлекеттері немесе қазіргі ТМД елдері. Сол ТМД елдеріне тоқталып немесе олардың ерекшелігін айтатын болсақ, жалпы ТМД елдері арасындағы өзара ынтымақтастық 1992 жылы күзде басталды. 1993 жылы Мәскеуде ТМД елдері экономикасының одағын құру туралы келісім шарт жасалды. Ал 2009 жылы Грузия мемлекеті ТМД құрамынан өз еркімен ресми түрде шығарылды. Ал енді жалпы ТМД-дағы елдердің ерекшелігіне тоқталатын болсақ, бұл КСРО-ның ыдырауы, елдер арасындағы шаруашылықтың байланысы бұзылды. Шаруашылық байланыстары жаңағы құрамындағы мемлекеттердің саяси және әлеуметтік оқшаулану пайда болды. Бірыңғай жоспарлау жүйесі жойылды. Ортақ валютадан бас тартылды. Аса ірі өндірістік кешендер стихиялы түрде меншіктелді және сыртқы сауда әлеуеті босаңсыды. Міне,
яғни жаңағы КСРО-ның ыдырауынан ТМД елдерінде осындай жағдайлар басынан өткізді деп айтсақ болады. Жалпы ТМД елдерінің ішінде экономикалық қайта құру кезінде жұмыссыздық деңгейі салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, мысалы Қазақстан Республикасының 1999 жылы жұмыссыздық Қазақстанда 13,5%-ды құраса, 2017 жылғы есепте ол 4,9%-ды қана құрап тұр екен. Яғни жұмыссыздық деңгейі біртіндеп азайды деп айтуға болады. Міне балалар, жалпы өтпелі экономикадағы елдер туралы осыны айтуға болады. Сіздер мына 3 топшаны міндетті түрде толықтырып алыңыздар. Қандай елдер өтпелі экономиканы бастан кешуде. Өтпелі экономикаға анықтама бердік және жалпы экономикалық қайта құру принциптерімен таныстық. Бүгінше сабағымыз осы. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.